Сәлеметсіздер ме қазақ елі? Біз Дарын мектеп-интернатының 8-ші А сынып оқушылары сіздерді Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойымен құттықтаймыз. Абай Құнанбай, 31-ші қара сөз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі, көкірегі байлаулы, берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен оқу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып, ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егерде кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселді, вайымсыз салғырттық, ойыншы күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымда тоздыра тұғын нәрселер. Абай Құнанбаев. Слово 31. Существует 4 причины, способствующие восприятию и запоминанию услышанного. Во-первых, нужно утвердиться духовно и быть непреклонным. Во-вторых, слушать советы умных людей со вниманием и открытым сердцем. В-третьих, вдумчиво неоднократно повторять эти слова про себя и закрепить их в памяти. Вот эти 4 порока способны разрушить и ум, и талант. Абай Құнанбаев. From the 31st word, we can name 4 means that promote the perception and the memorization of various heard. First, you should acquire spiritual firmness and deformation. Secondly, you should heed wise counsels attentively and open the heart, to grasp the meaning of what is said. Thirdly, you should ponder always these wise words and repeat them over and over, again so as to imprint them in your memory. Fourthly, you should harden states of the mind and repeat them over, even in the face of temptation. The status of minds are Carlos Luz, indifferent sense assessments, the inclination to moral vibration and the digestive perception. This verses can talk about your mind and your talent.